журналистер, үздік ауыл мұғалімі бағдарламасына қош келдіңіздер. Бүгінгі цифрлық сауаттылық қарыштап дамыған заманда ауыл мектептерінің білім алушыларына қандай бағыт беріп отырмыз деген мәселеге тоқталамын. Осы негізде ұлы ғұламаларымыздың «Маған айтып берсең, ұмытып қаламын, көрсетсең есіме сақтаймын, өзіме жасатсам үйренемін» деген сөздерін басшылыққа аламын. Сол себепті оқушылардың цифрлық сауаттылығын дамытудағы ғылыми жобалардың рөлі тақырыбына дем қойдым. Сөзімнің дәлелі ретінде экранға назар аударыңыздар. Атап айтсақ, смарт корсет арқа корректоры ғылыми жобада біз оқушылардың денсаулығын қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған іс-шаралар кешенін қарастырдық. Жобаның өзектілігі мектеп оқушыларының денсаулығын сақтаудың тиімді шаралары мен әдістерін анықтау. Атап айтқанда, дұрыс қалыпты сақтауға бағыттау болып табылады. Күн батареясы бар шахмат тақтасы. Бұл тақырыбында зерттеу жұмысында күн панельдері технологиясын, электр энергиясын беру және сақтау жүйесін автоматтандыру қажет болатыны әртүрлі салаларда кеңінен қолдануға болатынға көзіміз жетті. Себебі бұл шахмат тақтасы сыртқы қуат көздерін пайдаланбайды, бірақ күн панельдерінен зарядталады және оны батареяларда сақтайды. 3D принтер арқылы шығарылған сфералардың көмегімен су қоймаларында тұщы суды сақтау тақырыбындағы зерттеу жұмысының практикалық маңызы зор. Өйткені су қоймаларында тұщы суды сақтау және үнемдеу технологиясын жүзеге асыру бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Бұл жобалар оқушылардың зияткерлік, шығармашылық және техникалық қабілеттеріне дамуына ықпал етеді. Аталған жұмыстардың нәтижелері информатика, физика және робототехника сабақтарында ақпараттық технологияларды оқып үйренуге және Arduino контроллерлерін бағдарламалауға білім алушылардың ынтасын арттыруға мүмкіндік береді. Бұл жобаларға қызығушылық танытсаңыздар, жақындап көруге болады.